Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен французша сіз білетін сөздер тақырыбын жалғастырамыз. Алдыңғы сабақта естеріңізде болса, біз сіздермен дәл бірдей дыбысталатын, бірақ та әртүрлі мағына беретін французша сөздерді өттік, яғни қазақшада немесе орысшада солай айтылады, бірақ француз тілінде оның беретін мағынасы мүлдем басқаша еді. Ал бүгінгі сабақта біз сіздермен жаңа сөздер қарастырамыз. Кеттік. Гардероб. Гардероб бізде французша la garde-robe. Енді қараңыз, осы la garde-robe сөзінен біз қаншама сөз шығара аламыз. Мысалы, garde сақтау, қарайлау, күзету деген мағынаны білдіреді. La robe, көйлек. La robe. Мысалдар қарастырайық. Яғни мына garde-robe деген сөзден шығып тұр, сол garde және robe сөздерінің қосындысы. Айман a une grande garde-robe. Айманның үлкен гардеробы бар. Elle reste à la maison pour garder les enfants. Ол балаларды қарап үйде қалды. Паспорт. Біздегі паспорт французша le passeport. Le passeport. Енді осы паспорт сөзінен passer, өту, өткізу. Өту, өткізу деген мағынаны білдіреді. Le port, айлақ. Яғни порт дейді ғой. Le port. Мысалы, il passe dans le port et il montre son passeport. Ол айлаққа өтіп паспортын көрсетуде. Арғарай, парашют сөзі. Парашют сөзі французша le parachute. Le parachute. Енді француз тіліндегі shoot сөзі la chute, құлау деген мағынаны білдіреді. Ils veulent sauter en parachute. Олар парашюттан секіргісі келеді. Albert a écrit le roman qui s'appelle La chute. Альберт құлау романын жазған. Портрет сөзі. Le portrait. Le portrait. Осы сөзден келіп, біз екі сөз құрай аламыз. Яғни ала аламыз. Portrait ол кию, етістік portrait. Және le trait бұл бізде ерекшелік. Яғни орысша оны черта деп айтады. Le trait. Ерекшелік және сызық. Линия дейді ғой. Сол екі мағынандағы сөзді ала аламыз. Мысалы, je ne veux pas porter ce vêtement. Мен бұл киімді кимеймін. Quel trait de caractère appréciez-vous? Сіз қандай мінез ерекшелігін бағалайсыз? То есть, какие черта характера вы цените деп аударылады орысшаға. Қарап сөздерді жазып отырыңыздар. Себебі бұл жерде өте көп етістіктер бар және зат есімдер бар. Өзіңізге жаңа пайдалы сөздер ала аласыздар. Кастет. Le casse-tête. Le casse-tête, яғни бұл жердегі le casse-tête сөзінің мағынасы француз тілінен аударғанда бұл головоломка деп аударылады. Яғни бас қатырғыш. Ойыншық бар ғой, білесіздер ма? Сол. Мысалы, осы сөзден келіп біз мынадай сөздерді ала аламыз. Кассе етістігі бұл сындыру, қирату деген мағынаны білдіреді. Және кассе сынған деген мағынаны білдіреді. Және la tête сөзі бас деген мағынаны білдіреді. Мысалдар қарастырып көрейік. J'ai peur de casser ma jambe. Мен аяғымды сындырудан қорқам. Ce boxeur a le nez cassé. Бұл жерде cassé сөзінің мағынасы сынған, Мына боксердің мұрны сынған. Il ne peut pas résoudre ce casse-tête. Ол мына бас қатырышты шеше алмай отыр. On не может решить эту головоломку. Je ne veux pas me casser la tête. Осы сөзді прям өздеріңізге түртіп алсаңыздар болады. Бұл бізде басымда ауыртқым келмейді деген мағынаны білдіреді. Яғни немесе миымды ашытқым келмейді деген сияқты мағынада да қолдансаңыздар болады. Орысша айтқан, я не хочу ломать себе голову. Мінекей достар, біз бүгін сіздермен француз тілінде және қазақ, орыс тілдеріндегі бірде дыбысталатын мағыналары жақын сөздермен таныстық.
Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.